Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Әсел Найзабекқызы, қазақ тіл пәнінің оқытушысы. Сіздерге тіл үйренудің қарапайым технологиясын айтайын. Қазақ тілін үйрену үшін жекелеген сөздерді жаттаудың еш мағынасы, мәні жоқ. Мән мағынасы жаттаған сөздер ешқандай ақпарат бермейді. Ал біздің жадымыз тек қызықты ақпараттарды ғана есте сақтайды. Мәселен, құрт сөзін алайық. Құрт деп алмаға түскен жәндікті айтамыз. Құрт деп бір нәрсенің көзін құрт, әрекет деген мағынада айтамыз. Құрт деп ашыған сүттен жасалатын тағамды айтамыз. Сондықтан осындай сияқты сөздерді қысқа сөйлем түрінде жаттаған өте тиімді болып табылады. Ол үшін кішкене балалар сияқты қысқа тақпақтардан бастаған дұрыс. Аю отыр партада, екі қолы қалтада деген сияқты. Яғни бұл өлеңде біз аю, парта, отыр, қалта деген сияқты сөздерді жаттап алуымызға болады. Қазақша ойлап, қазақша сөйлеу керек. Күнделікті қайталанатын қарапайым сөздерден бастауға да болады. Мысалы, что-то я проголодался. Менің қарным ашып тұрған сияқты. Чем здесь пахнет? Мұнда ненің иісі аңқып тұр. На сегодня хватит. Бүгінге осы да жетер. Күні бойы, яғни өзіміздің ойымызды қадағалап, белгісіз сөздерді есімізде сақтап, қағаз бетіне жазып, оны үнемі қайталап жүрген өте жақсы тәсіл. Солай бірте-бірте қазақша ойлау, сөйлеу әдетке айналады. Қазақ тілін үйренем деушілердің барлығына шыдамды болыңыз, сабырлы болыңыз дегім келеді. Тез үйрене қоймадым деп күйгелектенбеңіз. Абай атамыз айтқандай, ақырын жүріп, анықпас, еңбегің кетпес далаға дер едім. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.